Елімізде соңғы 4 жылда қаржы пирамидаларының саны 10 есе өскен. Сөзім дәлелді болсын, нақты сандармен мысал келтірейін. 2019 жылы олардың саны 24 қана болса, 2020 жылы 180-ге жеткен. Ал 2021 мен 2022 жылдың 5 айында олардың саны 225-ке дейін артқан. Осы қысқа уақыт аралығында 425 қылмыстық іс қозғалып, 158 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. 53 адам сотталыпты. Сенаторлар заңсыз әрекет салдарынан халық алаяқтардың арбауына түскенін айта келе, бұл заң қоғамның талабы дегенді алға тартты. Жоғарғы палата заңға толықтыруды мақұлдады. Енді президент қол қойса күшіне енеді. Жаңа нормаға сәйкес қаржылық пирамидаларды жарнамалағаны үшін айыппұл салу немесе бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Еске салайық, бұл заңның әзірленуіне Mudaraba Capital компаниясының иесі Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен ұсталғаны түрткі болды. Кейін осы компанияны желіде жарнамалаған вайнер Мейіржан Төребаев, актер Мейірхан Шерниязов қамауға алынды. Ал блогер Әзімжан Сайдабаевқа іздеу жарияланды. Осы қаржылық ұйымға алданған бір азаматша елордада өз-өзін өртеп жіберген болатын.